бүгін біз отбасымызға, жалпы ұлымызға кітап алуға, ертегілер кішкене ой өрісін дамытатын неше түрлі қазір ең өсіп жатқан уақыт, миы баланың дамып жатқан кезі, соған бір ыңғайлы ақыл ойы көп болсын деп кітап ертегі ма білмеймін қандай алуға келдік. Марғұлан тілі 2 жастан қалай асты, солай анық сөйлей бастады. Болашақта өзі таңдайды деп ойлаймын, кім болғысы келетін. Ең бастысы нағыз өзінің мамандығының шебері болса болғаны. Ақылды, білімді азамат болса, тура осылай кітап жинап отыр ғой, солай оқыса, осылай білімді болса. Енді мұнан бәрін көп қой, бәрін оқисың ба? Қыздар оқиды ғой бұны. Сен жігітсің ғой. Марғұланды ұйықтар алдында міндетті түрде кітап оқимыз, ертегі оқып береміз. Ол көбінесе неше түрлі сыртында суреті бар кітаптарды жақсы көреді. Өз сұрайды, мынау не, ертегі оқып бер деп кітабымен келіп тұрады қасымызға. Кейде соткадан музыка қойып қоямыз, соны тыңдап ұйықтайды. Жалпы шын мәнінде кітапты жақсы көреді. Оқи алатын сияқты өтірік оқиды үйде. Өзінің сүйікті кітаптары бар, ертегілері үйде. Осыған ба? Ал, сала бер. Ал, бүгінгі күніміз осымен аяқталды. Бізбен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.